Ал Ақмола облысы Целиноград ауданының құзырлы мекемелері су тасқынының алдын алуға 99%-ға дайынбыз деп отыр. Былтыр бұл аймақта көктемгі қызыл су әбден әбігерге салған еді. Ердәулет Байдуллаев жалғастырады. Қалайда биыл былтырғы көріністің қайталануына жол берілмеу керек. Сол үшін ауыл іші де қардан тазартылып жатыр. Бұл бекер емес. Ерсе осы қардың суы да тұрғындарды біраз әбігерге түсіру мүмкін. Ал сырттан келетін қызыл сумен қалай күреспек? Ол үшін Қосшы, Тайтөбе, Қоянды, Қарқаралы, Жаңажол мен Талапкер ауылдары және тас жолдар бойына су бөгеті тұрғызылып, арналар тереңдетіліпті. Общая протяженность дам достигает более 25 километров. Бөгеттердің жалпы ұзындығы 25 шақырым. Оны тұрғызуға мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында жергілікті кәсіпкерлер қол ұшын созды. Осы істер былтырғыдай зардап шегуімізге жол бермейді деген үміттеміз. 2015 жылы 380 аулаға су кіріп, бірқатар баспана құлаған болатын. Міне ол бөгеттер. Оны салу бойынша негізгі шаруа былтыр күзде аяқталған. Қазір кем-кетік тұстары түзетілуде. Судың негізгі бөлігі сәуір айының алғашқы аптасында келеді деп күтілуде. Егерде қоршау оған шыдас бермей, ауылды су басса, қалай әрекет етеміз? Тұрғындарды көшіру үшін мектеп және өзге ғимараттар әзірленіпті. Жоспарда 4 түлік үшін қорада қарастырылған дейді мамандар. Ердәулет Байдуллаев, Айдос Меделбеков, Хабар.